Так, вроде барлығы нормально, онда бастайық. Ассалаумағалейкум деп бүгінгі видеоны бір ерекше бастайды. Иә, өздеріңіз көріп тұрғандай, мен YouTube'қа қайтадан оралдым. Енді өздеріңіз білесіздер, мен қанша примерно жарты жыл болды ғой деймін, видео түсірмегеніме. Иә, енді оның себептері өте көп. Оны сіздерге баяғыдан бері айтып келе жатқан болатынмын. Егер де білмейтін адамдар болса, мен жарайды барлығын айта кетейін. Не үшін видео түсірмедім, не себепті деген сияқты. Енді себептерінің біріншісі ол менде оқу. Иә, қазір мен кино саласындағы мамандықта оқып жатқаннан кейін менде съемка болады, күніге демей ақ қояйын, аптасына күнде десек те болады дейікші, в общем. Съемка сомен оған оқу қосылып, в общем, каша-маша болып кетті. Уақыттың тығыздығынан, в общем, ештеңеге үлгермей кеттім. Иә, енді өздеріңіз білесіздер, қазір енді елімізде болып жатқан жағдайды, иә, яғни мен тұрып жатқан қаланы және де Нұр-Сұлтан қаласы, тағы да қалаларды өте, в общем, жабайын деп жатыр екен да. Енді қазір карантиннің уақыты болғандықтан үйден шықпай отырмыз. Соның арқасында қазір уақытымда кішкене жеткілікті видео түсіруге, ол себепті қазір кішкене желанияны тағы да болып тұрғаннан кейін осы видеоны түсіріп отырған жайым бар. Енді алдағы уақытта өте керемет қызықты видеоларды түсіремін, міндетті түрде қайта қолға алайын деп отырмын. Сондықтан да бұрынғы мені көріп жүрген, қазір көрмей кеткен подписчиктер болса, яғни достарыңыз, туысқандарыңыз, общем-то таныстарыңыз болсын, қайтадан шақырыңыздар осы каналға. Себебі алда өте қызықты видеолар шығады, содан қапы қалмасын, достарыңызға тарата отырыңыздар осы видеоны. Ал енді келесі видео түсірмеуімнің тағы да бір себебі, ол өздеріңіз көріп тұрғандай, менде жаңа комната дегендей. Енді бұл жерде не? Жалпы мына комнатадан басқа ештеңе өзгерген жоқ. Иә, сол баяғы қалпы, компьютерда сол, процессор де сол, тек қана осы комнатам, енді былайша айтқанда кішігірім студиям десек те болады. Енді қазір осы жаңалықты естіген кейбір подписчиктерім сұрауы мүмкін, яғни room tour деген видео түсірші деп сұрауы мүмкін, әбден емес, иә, дұрыс, әбден мүмкін. Сол себепті сіздерді кішкене разочаровать етейін деп отырған жайым бар. Себебі room tourға қазір енді толық біткен жоқ бұл комната. Енді ойлап отырмын, келесі барлығы біткеннен кейін бірақ түсірсем ба деп, жалпы өзімнің комнатама, тағы компьютерға, тағы қызықты нәрселерге кішігірім обзор жасауға жалпы сондай ойымда бар. Бірақ та қазір емес, бірақ та міндетті түрде сол видеоны түсіремін. Сондықтан да тек қана қолдауларыңыз керек маған. Тағы да не? Басқа болды, басқа ешқандай жаңалық жоқ. Сол баяғы қалпы, сол баяғы орка қайтадан келді. Енді бұл видеоны не үшін түсіріп отырмын? Басты жаңалық емес, басты себебін айта кетейін осы видеоны түсіріп отқан. Енді алдағы уақытта өте керемет қызықты видеолар түсіремін. Сондықтан да маған қазір сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды болып тұр. Себебі қазір менде жалпы енді идея бар, бірақ та ондай сіздерден сұрағым да келіп тұр. Мысалы, қандай видеолар көресіздер, көргілеріңіз келеді, қандай жанрдағы ойын ба, болмаса кино ма, социальный ролик па, болмаса кішігірім скетч па, челлендж ба, в общем, соның барлығының қайсысын көргілеріңіз келеді, міндетті түрде осы видеоның комментариясына жазып кетіңіздер. Мен таңдап жүріп, енді таңдағанда сіздердің көпшілігіңіздің пікірлеріңізді міндетті түрде орындауға тырысамын. Былайша айтқанда сіздердің жалпы пікірлеріңіз керек болып тұр қазір. Енді салу мүмкін, енді осы видеодан кейін бір 3-4 видео салу мүмкін. Тағы да бір не айта кетейінші, осы мен кино салам, болмаса алдыңғы неде 2 видео салдым, типа біреусі клип сияқты, ал екіншісі социальный ролик, стоп экстремизм деген. Жалпы соның просмотр лайктарына қарасам өте қолдау аз сияқты, алдыңғы видеоларға қарағанда, осы ойынды түсіріп жүрген видеоларға қарағанда. Сол себепті кішкене сіздерден де бір өтінішім менің, сондай видеоларды шығарсам, міндетті түрде кішкене қолдауларыңызды көрсету, лайктарыңызды басып, тегін лайк, тем более неменеге аяйсыздар оны, комментарияға кішкене жылы лебіздеріңізді қалдырып деген сияқты. Сөйтіп отырсаңыздар, маған да кішкене мотивация береді. Алда қызықты видеолар түсіруге желаниям ашылады.
болады. Ал былай құр көре салып ештеңе баспай, ештеңе жазбай кетіп қалсаңыздар, ол да маған неприятно, және де түсіруге желаниямды қайтарады былайша айтқанда. Сондықтан да сіздердің лайктарыңыз, комментарияларыңыз маңызды рөл атқарады. Бұл менің алдағы видеоларымның шығуына бір себепші болады. Сол себепті лайктарыңызды басып, комментарияға жылы лебіздеріңізді, өз пікірлеріңізді, өз ойларыңызды қалдырып отырсаңыздар өте керемет, жақсы болатын еді. Жалпы айтайын дегенім осы сіздерге бүгінгі видеода. Не дейміз енді? Бұл видео сіздерге ұнаса, лайктарыңызды басыңыздар, өз ойларыңызды комментарияға жазыңыздар, яғни пікірлеріңізді, қандай видеолар көргілеріңіз келеді, сол жайлы комментарияға жазыңыздар, және де жылы лебіздеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар, ол да маңызды. Бүгіндікке енді осы, алдағы керемет қызықты видеоларда кездескенше сіздермен болған Норка, қош сау болыңыздар.